Амансыздар ма, қадірменді әлеумет? Эфирде аптаның маңызды жаңалықтарын жеткізетін апталық шолу хабары. Студияда мен Гансуза Баймұхамбетқызы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Кеше қаламызға ресми сапармен мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған келіп, Ахмет Яссауи мешітінің ашылу салтанатына қатысты. Сондай-ақ айтулы шараға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы мен Түркияның дін істері басқармасының төрағасы Мехмет Гөрмес жаңа мешітте жұма намаздарын оқыды. Игі шара барысында екі ел дін басшылары Түркістан шаһарында бой көтерген 2000 орындық мешітті аралап көрді. Қос мемлекеттің басшыларының сапары жайында Ақмарал Ғаниқызы тарқатады. Бүгін киелі өңірге Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған жұмыс сапарымен келді. Екі ел басшылары түркі дүниесінің рухани орталығы болған шаһарда Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барып, бабалар рухына тағзым етті. Қос мемлекеттің президенттері Түркия мен Қазақстан арасындағы татулық пен тұрақтылықтың негізін нығайтуды көздейді. Түркия мен екі жақты және көп жақты қатынастарымыз тарихи тамырластығымыздан, ортақ мәдени және рухани құндылықтарымыздан нәр алады. Қазіргі уақытта екі ел арасындағы екі жақты қатынастар жемісті дамуда және стратегиялық әріптестік туралы шарт шеңберінде аймақтық және жаһандық деңгейлерде халықаралық қатынастар жүйесінің маңызды факторына айналып отыр. Белсенді өзара қимыл жасауда. Киелі Түркістанда бой көтерген бауырлас қос мемлекеттің ортақ оқу орны түркі әлемінің ұлы ойшылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетіне қош келдіңіздер. Қазақстан мен Түркия үкіметінің ортақ келісімімен аса мәртебелі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы сіздің қамқорлығыңызбен ашылған университетімізге биыл 23 жыл. Бауырлас екі елдің басшылығы университетте Қазақстан тарапынан салынатын 500 орындық жатақхана кешені мен Түркия тарапынан тұрғызылатын 500 орындық профессорлар офисінің жобалық макеттерімен танысты. Сондай-ақ оқытушылар құрамы және студенттермен білім ордасының мәдениет орталығының залында кездесу өткізді. Kazakistan'a yaptığım bu ilk ziyaret vesilesiyle Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Қазақстанға келіп, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде болғаныма өте қуаныштымын. Маған құрметті профессор атағын берген үшін оқу ордасының оқытушылар құрамына рахметімді айтамын. Оқу ордасының Түркия мен Қазақстан арасында жалғап тұрған көпір іспетті. Екі елдің қарым-қатынастары алғашқы күннен бастап достық пен бірлікке бастаған тұрақты байланыстарымыздың берік негізін қалады. Осы орайда бүгін кесенеге тәу еткеніме шүкір етемін. Ve gönül eri Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi feyzinin ziyaretimizi daha da anlamlı kıldığına inanıyorum. Түбі бір туыс елдердің жетекшілері негізін қалаған осы іргелі оқу орнының 8 факультетінде бүгінде 8500 студент білім алады. Университеттегі дәрістер білім стандарттарына сәйкес қазақ, түрік, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Бұл туралы оқу ордасының ректор мәлімдеді. Білім ордасындағы кездесуде Түркия мемлекетінің басшысына университеттің құрметті профессор атағы берілді. Қазақстан дауысы тележобасының финалисті жерлесіміз Данияр Исмайловтың жеке шығармашылық ән кеші өтті. Оған өнердегі және өмірдегі тілеулес ағалары мен інілері қатысты. Түркістандық жұртшылықты қоңыр дауысымен баурап алған Даниярдың ән кешінде қазақи әндердің үні естілді. Туған жеріне, еліне деген алғысын білдірген жас таланттың өнер кешінен біз де табылдық. Келесі бейнезіктен көресіздер. Рахмет саған туған ел. Қазақстан дауысында бағы жанған Даниярдың кеші осы тақырыпты қамтыды. Күллі Түркістан халқына қуанышы мен ыстық ықыласын бөлісуді мақсат еткен жас талант иесі өзінің әншілік қырын киелі сахнада сан мәрте көрсеткен еді. Бүгінде оның өнері халық еншісінде іспетті. Кешке жиналған жерлестері осыны айшықтап бергендей.
Сөзіміздің әлхисасында кеш қонақтар жайында тілге тиек еткен едік. Құрметті қонақтар қатарын Әлден Жақсыбеков, Нұрлан Албан, Ғабит Шырымбеков, Нұрман Арыстанов, Мақсат Айтжанов пен Сапар құрап отыр. Өнерде де өмірде де тілеулес, ниеттес болған алдыңғы буынның Даниярға деген құрметі зор болса керек. Ат арылтып киелі өңірдің топырағын басып отыр. Нұрлан Албанның Данияр үшін есімі таңсық емес, ал Қазақстан дауысында өзіндік қолтаңбасы бар өрелі азамат. Қарапайым қазақтың қара домалағы сахнада жүргеніне 20 жылға жуық уақыт болған. Диапазоны кен, үні ерекше жанның Даниярды баптауы да тегін емес. Біз үшін Данияр болған азаматты Қазақстанға барыс етіп танытты. Ұстаздан шәкірт озатындығын да Данияр көрсетті. Біріншіден мен көптен көп рахмет айтқым келеді. Қасиетті ел туған жерге, қасиет қонған елге, Түркістан еліне. Түркістан бұл ер түріктің бесігі. Бұл қасиетті Түркістан шыққан азаматтар қаражай емес, соның бірден бір айғағы. Бүгін күні ел жұртымен қауышып, ел жұртына өзінің өнерін сыйлап атқан. Мен кішкентай ғана бауырым, бойы ұзын болса да мен үшін кішкентай. Барыс Данияр Қайратұлы Исмаилов бүгін күні мінекей ел жұртымен қауышып, ел жұртының алдында үлкен мерекелік концерт берді. Мен осы концертке, яғни сыбыс шыққаннан бастап Даниярға қолдау, қолпаштау көрсету үшін келдім. Бұл жерге мен бір түбегейлі бір ақша жасап алайын, не болмаса гонорар алайын деп келген жоқпын. Даниярдың тілеуін тілеп келдім. Сондықтан да Құдайға шүкір кеше Шымкент қаласында болды. Ал бүгін күні мінекей киелі Түркістанда бір емес, екі бірдей концерт бағдарлама беріп жатыр. Бұның өзі ел жұртқа деген Даниярдың құрметі, өткен концерттің өзі рахмет саған туған ел деп аталынады. Сондықтан осында еліміз барда, жұртымыз барда, дос бауырымыз барда, менің Даниярым, менің барысым ешқашанда қанаты талмасын дегім келеді, биікке самғай берсін. Бұл Даниярдың бастамасы. Алла нәсіп етсе, Түркістан халқы, барша қазақстандық біздің отандастарымыз Даниярдың әлі талай тамаша әндермен, тамаша яғни шығармашылық концерттерінде болады деген сенімдемін. Сіздерге де көптен көп рахмет. Мына жергілікті телеарна, Түркістан қаласында болып жатқан журналистерге қаламдарыңыз қарымды болсын дегім келеді. Әрқашанда осындай туған жерден шыққан ұрпақтарды дәріптей беріңіз. Телеарна деген бұл өте үлкен, күшті, қуатты қару. Сол қарудағы жұмыс істеп жатқан біздің қаракөз бауырларымызға тек қана сәттілік тілегім келеді. Ел жұрт аман болыңыздар. Әрқашанда Түркістан телеарнасы үшін, жергілікті телеарна үшін сіздерге деген үлкен ыстық махаббатпен мен Нұрлан Албан. Желдірме дударай мәңгілік ел сынды қазақи және патриоттық жанрдағы әсем әндердің легін ұсынды. 2 бөліктен тұрған концерттік бағдарламаға жиналған қауымда шек жоқ. Ардақты аналары мен асыл әкелердің орнын жалғар азаматтар табылды. Киелі сахнаның киесі Даниярды қолдап қуаттай бергей. Осы ниеттегі қалалық мәслихаттың алғыс хаты да барыс Даниярға тапсырылды. Ақмарал Ғаниқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Келесі жаңалықтар Кенді кенттен. Кентау қаласының әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев қала тұрғындарын қабылдады. Қала әкіміне арызын арқалай келген тұрғындардың мәселесі қаралып, шешімі табылса, кейбір сұрақтардың жауабы келер күннің еншісіне қалдырылды. Толығырақ Жанна Алимбаева толықтырады.
Алғашқы болып арызын арқылай келген салауаткер қария жеңіс беріп қара спортты насихаттап қоймай, оны жан-жақты зерттеген зейнеткер кітап бетіне де жазады. Осы күнге дейін жасаған жұмыстарын саралаған қария кітап бетіне басып шығармақ. Соған қала басшысынан көмек сұрай келген. Арызына құлақ түрген Әбдіуақит Мақұлбаев қала тұрғындарын спортқа баулып жүрген игі ісіне айта кетіп, жәрдемдесетіндерін де айтып өтті. Жастарға дене тәрбиесі, отан сүйгіштік, имандылық тақырыбын арналған кітап қой. Мұның бәрі не қылып мен жаңағы нұрлы жол, мәгін елге тақай беремін. Мына кімдер не вопроспен дейді. Ол маған бір несі жоқ оның жеке үйіме пайдасы. Жаңағы ертең бәрекелді осы қария деп біреу айтса, иман саламат болсын десе, сорақ маған керек. Жақсы жаққа қосамыз шараға, кітабымызға жәрдем береміз. Әр айдың бір күнін халықпен кездесуге арнаған қала әкімі осындағы кез келген тұрғынның сауалы жауапсыз қалмайтынын айта кетіп, бірінші топ мүгедегінің арызын кәсіпкерлік бөлім басшысы Ерлан Ашировке тапсырды. Себебі мүгедек болса да құр жатпай бір істі қолға алғысы келген жарымжан несие алмақ. Ол ісін басшылар да қолдады. Жұмыссыздар қатарында 6 ай болып тұрғаныма. Саған ұсынды ма бір жұмыс? Жоқ. Тапсырмаға жазылдық, бақылауға жазылдық. Ақыл қоғамдық жұмыс ұсынса, бару керек оған ақыл қоғамдық. Жұмыстың жаманы болмайды. Көшеде жүрген басыпырамды, андай-мұндай. Жұмыстың жаманы қоғам. Басқа да жұмыстар ұсынатын болар, мен нақты бір жұмысқа тұрғызғанымда ешқандай айта алмаймын. Менде қолымда дайын тұрған бос жұмыстар. Бірақ бақылау қоямыз. Қабылдауға келген әрбір тұрғынның мәселесіне құлақ түрген қала әкімі шешу жолдарында қарастырды. Бірі жұмысқа орналасуды сұраса, бірі жол мәселесімен пәтер жер тағысын тағы арыздарын арқалай келген. Қоғамдық қабылдауда болған 10 шақты тұрғынның 8-інің мәселесі 10 жылға қойылса, ал қалғаны комиссия мүшелеріне тапсырылды. Жанна Алимбаева, Ержан Бейбітов, Тұран, Түркістан. Бір тал кессең 10 тал ек демекші, Кентау қаласының әкімдігі мен Жасыл Кентау мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен тал егу шарасы өтті. Жиынның ерекшелігі талдарды соғыс ардагерлері отырғызды. Игі шара жайында Жанна Алимбаева толықтырады. Кентау қаласында небәрі 21 соғыс ардагері қалды. Жеңістің 70 жылдығына орай оларға қошеметте, құрметте толастар емес. 3 ардагер өз баспанасына қол жеткізсе, қалған ардагерлердің үйі ағымдағы жөндеуден өтуде. Сондай-ақ қаржылай көмектер көрсетіліп, коммуналдық төлемдерден босатылды. Ал бүгінгі шараға тарихта қалар игі іс 21 соғыс ардагері тал отырғызды. Олардың есімі әрбір талға жазылмақ. Себебі бұл іс өскелең ұрпақ пен келер ұрпақ үшін тарихи тағылым болып қалмақ дейді қала әкімі. Біздің ең үлкен мақсатымыз біз ардагерлерімізге құрмет көрсету, ол кісілердің ерлігін келешек ұрпаққа жеткізу. Әр уақытта естерін, аттарын естен шықпайтындай шаралар өткізеді. Сондай жоспарлаған шараларын бүгін біз біреуін өткіздік. Мынау енді тал әр уақытта ол бірнеше жылға, ұзақ жылдар мерзімге кететін естеліктердің бірі. Мынау сондықтан біз жаңадан қайта құрудан өтіп отқан мынау азалығына ескерткішінің қасында сол Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің аллеясын бүгін ағаш отырғыздық. Жиынға қатысқан жергілікті билік өкілдері әр ардагерді ертіп тал отырғызды ерекше көңілге бөледі. Қан майданда ерлік көрсетіп ел үшін жанталасқан қаһарманымыз Орынтай Махамбетов 9 мамыр күні болатын жеңіс күнін елбасымен өтетін Елордадағы шеруге қатыспақ. Президентімізге рахмет. Облыс әкім, мынау қалалық әкіміміз бәрі басымызды қосып, осында өткен дүниені еске алып, сөгеріске түсіріп, көңілімізді көтергені көп рахмет. Алла тағала бәріне біздің жасымызды берсін. Азды көпті еңбегімізді, борышымызды атадық, кеше не уақытында, қырын соғыстың уақытында. Мынау әкіміміздің бастауыменен міне жерге келіп, отан соғысына қатысқан 21 ардагер ескерткішке мінерге тал отырғыздық. Құда қаласа енді өмір бақи осы талдың қасына келіп, ертең біздер кетіп қалсақ, еске алып тұратын боласыздар. Айналайын жастар, өсе беріңдер. Біздің жаңағы бастап кеткен тірліктерімізді жандандырып,
қаламызды, елімізді, жерімізді көркендетіп, көгілдіре беріңдер. Аталмыш игі істен кейін ардагерлерге арналып Ағдасархан жайылды. Наурыз көжелер ұсынылып, соғыста жан тапсырған ардагерлерге Құран бағышталды. Сұрапыл соғыста кеуделерін оққа тосқан майдангерлердің ерліктері ерең. Қала әкімі бастаған зиялы қауымдар шара соңында ардагерлерімізге шапан жауып құрмет көрсетті. Ел үшін ерлік жасаған батырларымыздың есімдері мәңгі ел есінде қала бермек. Жан Әлімбаева, Ержан Бейбатов, Тұран Түркістан. Сенбіге дейін келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, бай қуатты болайық.